Баптаған шәкірттері Айтыс ақындар Айбек Қалиев, Еркебұлан Қайназаров, Иранғайып Күзембаев, Аспанбек Шұғатаев, Қалижан Білдашев, Мейірбек Сұлтанхан, Болатбек Оразбаев және Шұғайып Сезімхан сынды айтыскер бауырларын шақырамыз. Қарсы алыңыздар. Hey, Röşüp! Al қазақ пен өлең егіз әлім сақтан, жүрекке жылу беріп тамыр соққан. Ассалаумағалайкум қалың қазақ, таймасын ел сабырдан ханым тақтан. Қасиетті ораза құтты болсын, бас тартатын беш бармақ бауырсақтан. Бірақ жүрсін ағамыз мықты болып тұр, дұрыс қой, ерлігінен қолын соққан. Сусыннан бас тартатын оразада жырмен сусындатудың жолын тапқан. Haydi! Ай, жиылды кіл айтыстың қасқа кері, Алматы ақындарға астан еді. Солардың арасында мен де келдім, бұл айтыс бір қызықтың бастау еді. Көп дүние тұндырған ештеңем жоқ, көтергенім жүкемдің шашпау еді. Барлық ақын бірігіп шығып алып, бір тамаша айтысты баста деді. Құлманбетше айтысты тірі болса, Құлманбеттің құлыны бастар еді. Басталса тартыспасы мүмкін бе ақындардың шарпыспасы. 65-тің асқарын бағындырды, айтыстың сіңір саусақ қарт ұстасы. Өсібем жыр бесікте тербелумен, өлең бар қанжығанда өңгөрілген. 65-ке кеп жатқан әкемізге бір сыйлық сыйлауында жөн көрінген. Жүкеңе қандай сыйлық жасаймын деп таң атқалы уайымға мен берілгем. Ақша берсем ол деген қолдың кірі ұмытылып кетеді-ау бергеніммен. Мәшине сыйлайтындай жағдайым жоқ, қалданда азнаулақ теңге жүрген. Мен негізі зергердің баласы едім, сондықтан басқа нәрсе көздедім мен. Сыйлықты өз қолыңмен жасар болсаң, бағасы болар дейді өзге мүлдем. Сондықтан жүрсін аға, кешіңнен соң массаж жасап берейін өз қолыңмен. Ай, көңілсіз болмау үшін мүлде кеші жалбақ жұрт жыр күтеді-ау бізден осы. Мен мейірбек жиенімді шақырайын, нағашының жөн жосып білген осы. Өйткені бұл Өскеменнен баспайға алып, Алматыға олжалы кірген осы. 2 миллион салыпты қалтасына, емін еркін жүзіпті жыр кемесі. Соншама бар айлықты басып алып, жиенімнің жөн емес үндемесі. Жүкеңдей кеш өткізген азаматқа бар шығар беретіндей бірдеңесі абай. Haydi! Şap Meyirбек! Aynağaşı ondaydı oy, ondaydı oy. Basına kayran birdi onday bir oy. Ağana ne veresin dep koyadı. Oğan bırak kömülüm tolmaydı oy. Jükümnün keşine gelip oturganda yürekpenen oynauğa bolmaydı oy. Kalçımmen kalın elde yeretesin. Əzildep jiyenimdi yeletesin. Massaj jasap berem dep öz kolummen sıylıktın nege kulun kemetesin. Jüküge de veresin dep, jüküge osu geçti ne verettim. Жағдайға қалдырдың ғой мені тосын. Ұлы жүздің ұлдары өстіп жатса, Құдай наймандардан не күтесің?
қайталанбас. Ақындардың барлығын сахнаға шығарған таланттарын байқап алғаш. Мейірбек бұлай тұрсын, ешбір ақын көңілі мұндай істен жай таба алмас. Бір емес 10 бәйгесін атаса да еңбегін Ермановтың қайтара алмас. Кермеңді бұзып жарып қалай өтем, бұл айтыс қызық кештің маңа екен. Бағана біз өлеңді оқып едік, ақынға актер болған қалай екен. Домбырасыз бір түрлі көрінеді, дей алмадым ол істі қолай екен. Жарты минут бір өлең оқығаннан жарты сағат айтысқан оңай екен. Белбеу кетер немесе бел кетер ме? Ақындар елін ойлап ер жете ме? 10 шақты ақын шығыпты сахнаға, халықты қара өлеңмен тербете ме? Жерде Мұхтар Нияз ағам отыр, бір ауыз өлең айтпай ол кете ме? Ендеше біз құрметпен сөз берейік, Мұхтар дейтін иманы мол көкеме. Не берем деп ешқандай уайымдамай, не алам деп кеп тұрған Молдекем. Мұхтардай балаң еді тізгінді алған, мен емеспін ағайын құзғын болған. Ел қолдан келетінін айтып жатыр, массаж тошны келмейді біздің қолдан. Бұлар сонда өзінше мафия ма, Молдекең сөйлесін деп қақия ма? Мейірбек шәкіртім ет үйімді өскендей боп тұрсың ғой жатияда. Жүкеңе мен кезінде сені бергем, бұл сыйлықтар келмейді қақияңа. Өлсең де тірілсең де молда керек, қақтыға бермесең шей шіркін, қапияда райдым. Қалай бүгін көңілім басылады, сөздерім таусуындай тасынады. Жүкеңнен аянатын ештеңем жоқ, жырларына жүрегім ғашық әлі. Пұлмен берем жетпесін, тілмен берем. Мұхтарға қалай сыйлығын жасырады. Молдекең деп кекетіп тұрған менен, көңілім таусуындай тасынады. Оразада ауызы жабылғанмен, мұсылманның алақаны шіркін ашылады. Райдым, райдым, райдым. Аялап Алматыдай жәудір шаһар, 65-ке шекпеген әркім сапар. Тісі де жоқ, халық пен ісі де жоқ, қауқиған шал емессіз қаудыр сақал. Қар өлеңде ұстаған тізгін абай, соңына ер алмайсың жүз ғыламай. Қиында болса ерген жүкең еді, әр өлеңін көреміз біз мұрадай. Рамазанда той жасап бүгін міне, ізіне тастап жатыр ізді қалай. Айлардың сұлтанында той бастаған, жігіттің сұлтаны ғой шіркін, біздің ағай. Жай әшейін емес қой тілші маман, жүрсін деген әуелден тылсым адам. Сол жағынан кеп басам, сойып түсер қылыштай мінезі бар қырсық адам. Атасы тегін жел сөз деп жүрместен, алаштың әр сөзіне құн сұраған. Таланттарын танитын тай кезінде, Күреңбай көз көкеміз сыншыл адам. Қар өлеңнің қадір
қаншымайым деп ұйқы көрмей қанша жыл тыншымаған. Артық сұрап не істеген Алла жазса, жүзге дейін аман сау жүрсін аман. Құлагердің басындай осы айтысты құшақтап жылап жүрген ей шіркін, жүрсін ағам мәрайдым сенің де қабағыңды бағамыз ба, жыр айтуға келдің бе сағамызға. Қандай сыйлық әкелдің деп сұрамайым, қандай өлең әкелдің ағамызға. Шұғайып айтатынын жасырмады, тәуір өлең төгілсін басындағы. Бізден гөрі сырларын көп білесің, замыда өзіңсің ой осындағы. Кеңірдегіне дейін ғана көріп тұрмын, шұғайып шығар осы ей шіркін, қасындағы әрейдім. Бұлаған талайларды жыққан шығар, бұлаған талайларды ұтқан шығар. Мойнына дейін көрдім деп айтады, тілім күнде аш екен бұлттан шығар. Мен де сені толықтай көре алмадым, ағатай өз ауруын жұққан шығар. Қасымда бір жалтырмас көрінеді, ағайын байқап тұрсам ей шіркін, мұқтар шығар. Сүбелі сөз күтсенім бүгін менен, жөн шығар жөн жосықсыз жүгірмеген. Ағайын жүрсін көкем алтын балық, дұшпанның қармағына ілінбеген. Алаяқтар аяқтан шалған кезде шалдығып қу тоңарға сүрінбеген. Көкіректер айтысты көкпарға сап, сан рет жүрегімді тілімдеген. Жамандардың жолынан таспа тілдім, қолданды қылышымдай тілімменен. Талай дәурен өткізген тарлан досым, табаны тас басса да тілімбеген. Басындағы ағарған әрбір шаштан қарапайым халықтың ей шіркін, мұңын көрем әрайым. Ағайым шабыт берсең шабамын қой, дәл бүгін жұлдыздай боп жанамын қой. Болатбектей мен маса жасамаймын, бірақ та басқа жолын табамын ғой. Болатбектей атақты емеспін мен, ағайын бір түрлі боп қарадым ғой. Өзімді таныстырып кетейінші, бойдағы таудай болған талабым ғой. Осы кеш басталғанда сахнаға ат көтеріп әкелген баламын ғой. Алла жазса бұл кештің тарихында ат көтер деген атпен қаламын ғой. Ай, ақындар жарыстарын тимай деген, енді өзімше жырымды сыйлай кетем. Кей танымал ағалар көрерменді жарнамасын жасап тұрып жинайды екен. Ал жарнама керек жоқ бұл ағама, алашым арқашанда сыйлайды екен. Қанша кісі далада кіре алмай тұр, соның өзі жанымды қинайды екен. Жүрегіңе әр қазақ сыйғанменен, бұл кешке бар қазақ сыймайды екен. Ай, осылай сөз бастаса серіліңіз, сіздің де ұшталады-ау сеніміңіз. Айтпақшы сізді ауырып қалды деп еді, сол кезде жабырқады көңіліміз. Тілерім жүрсін аға, енді сіздің сөндірулі болмасын өміріңіз. Астыңыздан кетпесін жырдың тағы, басыңыздан кетпесін бөрігіңіз. Ақжамал апаммен апта сайын дәрігерге қаралып көрініңіз. Аллаға керек болмай тұра тұрсын, алаш
мәңгілік сіздің өміріңіз ай. Ай, ағалардың жырының күші мықты, әрине мысы мықты. Сол кісілер бастасын деп үндемедік, көрсеттік сахнада кішілікті. Енді ауыз ашатын уақыт келді, ағалар кезектерін ұсыныпты. Ораза мен тұспа-тұс келген кеште, ауыз ашпай кетсек те түсінікті бай. Шап Қалижан. Аяғым қалай көңілге күй салмайды, жел-тұрмай түзу ағаш күй саймайды. Жүгеңнің жекеменшік келдер едім, ешкім аса қатты бір тей салмайды. Айтысты қолына алып барлық түрлі талайлармен тіресті мәңгүрт тілді. 42 жыл бұрын дәл осыдан айтысқа жүрсін Ерман хандық құрды. Қылышынан қан тамған заманда да қаймықпай қайратына қарғып мінді. Әйтпесе аузыңды ашсаң атамын деп ақ патшаның мылтығы аңдып тұрды. Содан бері не көрмей келе жатсың алашқа там-там деп әр мықтыңды. Біреулері астына ат бүткесін өзін жұлдыз ауруға шалдықтырды. Кейбіреуі бөрілік нарлық қылды, кейбіреуі серілік салық құрды. Жар жағасын паналап жүргенімен әр баласын биікке баулып тұрды. Қолымдағы қос жел домбырамда сары алтыннан құйылып сәндік құрды. Осыншасын жеңісің жемісі қой, айтысып ЮНЕСКО-дан жарлық қылды. Айтысты ЮНЕСКО-ға кіргізгенше ақындарда жүрсінді шалқып тынды. Haydi! Ай өзінің 8 қырлы бір сырлаға, мен едім ізіндегі мұңсыз бала. Мұқағали сыйлығын 2 рет ап алаштан атын озып тұрсың дара. Бір алладан күдерін үзбейді құл, Құдайға құл ұлтыңа ұлсың дана. Ақындарды сайраттың Парижде де таңдай қағып тыңдап ет тылсың қала. Эйфелдің нарасын дірілдеткен алашта әміремен жүрсің ғана. Haydi! Ақындар болды жырға, қалың елге айтайын әңгімені, сөз тисін ақындардың барлығына. Ал енді кезек беріп көрейінші кешегі серілердің қалдығына. Ағайын бір қиғулап қойыңыздар, мақсаттай жүрсін ағамның балысына. Haydi! Мақсаттың жүгең жайлы түсінгені, қазақтың жігіт екені сілгері, Қоғландыға ұқсаған мүсіндегі, қайсарлыққа қызыған түсіндегі. Жыртысқа түсіріңіз жыр сандығын, мына жұртың поэзия үшін келді. 65-ке кеп жатқан ақын ұлын арулап ат үстінен түсірдері. Әлеуметке алдымен амандастым, Әуезов сарайының ішіндегі айды. Haydi! Атаның тәрбие алған тәлімінен, қазаққа танылған ол дарынымен. Әйтеуір бүкіл ақын шыға салып, жүрсінді мақтап жатыр бәрі бірден. Жүрсін болғаны ан отырған менің апатайыммен сәні кірген. Кешегі Абылайхан Бажаңның да арғынның қыздарымен дәмі кірген. Бүгінгі Нұрсұлтанның қасындағы Сарада біздің апай әрі бірден. Сенде кеше арғыннан қыз алғанда қайраткер боларыңды бәрі білген ай. Haydi! Бұл күні шөңгед өлең шөп өлеңде, сіз бірақ келген жоқсыз тек бөлеңге. Сарыарқадай ауылың ұмытқан жоқ, жүрсең де
Алматыда көктөбеңде сан жерде пікіріңді ашық айттың, қарамай жүздегенге беттегенге. Өзінің мінезінен таптау демем, қаншама қызметтен шеттегенде. Осындай тар жол тайғақ кешпес едің, алақандай ауылыңнан кетпегенде. Құрылғанда Сәтбаевқа әкім болсаң, Әнуардай басқарар ең жоқ дегенде. Haydi. Көшейін енді сездің төтесіне, сарылдың жете қойса жетесіне. Қасында Иранғайып досында тұр, сап-сары шаш жапсырып шекесіне. Жүліктің біреу осы ішімізде, жүрсіннің атын қойған бөбесіне. Жүрсін Ерман тойында кезек бердім, Ерман жүрсін Сәбилдің әкесіне. Haydi. Sağ yürüs. Bismillahirrahmanirrahim құрға қонды балам, ендеше күй төгілсін домбырадан. Менің баламның атын айтып еді, жүрсінде басты міне мәнді қадам. Haydi. Баламның атын айтып жатыр мақсат, жауап беру керек қой енді маған. Баламыз атасына тартса дейміз, Аллаға мінәжат қыл молдығадан. Иншаллах Ерман жүрсін атасындай, ұлтының ұлы болса болмаған ма? Haydi. Ал мақсат жырдауылын тұрғыздың ғой, қалың елдің бетін осылай бұрғыздың ғой. Қарап тұрмай баламның атын айтып, сахнада сәлімді кіргіздің ғой. Ол рас Ерман жүрсін нағыз жұлдыз, мен бірақ одан асқан жұлдызбын ғой. 100 жылда бір туатын артылғаны 70 жылға жеткізбей туыстың ғой. Haydi. Sağ yürüs. Ай бұл айыз ақиқатпен жанасады-ау, жүрсін деген қазақтың қарашалау. Ақындардың әкесі Ермановты Асқартауға теңесек жарасады-ау. Ермановтай Асқартау Ермановпен салыстырсаң, Гималайдың шыңыда аласалау бай. Қалмадың мұқтар үнсіз, мақсат үнсіз. Ақын болама қақсат үнсіз. Бақыт Жамал апамның сөзін айтсам, жақсы әке, жақсы жар, жақсы ақынсыз. Бұл күнде ақын жыршық толып жатыр, сіз бірақ барлығынан басқа ақынсыз. Намазалы Несіпбек, Тұрсын Есен, Сәулебек Жанболатпен жасты ақынсыз. Мұқағали секілді марғасқасыз, Қасым Аман Жолықтай қасым ақынсыз. Haydi. Бақыт Жамал ағамды ерек, бүгін ақындар айтып жатыр деректімін. Екі жақсы қосылса заңдылық қой, жақсылыққа себеп тұғын. Жүрсіндей ағамызға қабылырса, танытқан алғырлығын теректігін. Қыпшақтың балалары біледі ғой, қай жақтың қызын алу керектігін. Haydi. Тілектер айтылған мен бүгін талай елдігінен ерекше ұлыңда ғой. Жүрсіндейін ағамыз 100 жасасын, ақындардың аузы буылмағай. Халықтың қамын жеген қасқаларын биліктің мінберінен қуылмағай. Әжелердің айналсын әлегіне, сәбилер шекарасып шырылдамай. Ұлтымыз кесапатқа ұрынбағай, жұртымыздың жалауы жығылмағай. Азатпенен бейбіттер қаптап туып, кеңеспенен советтер туылмағай. Sağ yürüs. Ай бұл мынау 5 күн дүние жалған екен. Мынау 5 күн дүние шолақ екен. Адамдар бұл өмірге қонақ екен.
Аманжол ағамызды шақырайын. Бұл өзі ақындардың жөнақ екен. Кішкентай балалы ақындары айтып болды, оларға Жүкеңнің көңілі оған толам екен. Жездесінің кешіне келіп тұрып, бір артау айтпай кетсе, болам екен ай. Haydi. Söp. Аяқ жол тайлап бастаушы ұранданып. Айтысқа біз шықпаппыз сыңарланып. Әужеке өзіңізді шақырамын. Әу бастан даусыңызға құмар қалып, ортағадан домбыр алып, бір әудеші даусыңды сағынған шығарғалы қай. Söp ağa. Қазаққа ой толғадым өрем бекіп, көргем жоқ өз орнымды төмендетіп. 65-ке толыпты жүрсін ағам, алты алаштың баласын елеңдетіп. Иранғайып бауырым шақырған соң, көрейін ырым болсын өлеңдетіп Алматы әрбір таңың арайлы екен, ел жұртым қазыналы сарайлы екен. 65-ке толғанда жүрсін көкем, екі ауыз арнау айтпай қалай кетем Haydi. Ел нұрына шомылдырып арайыңның, айтыста бағын аштың талай ұлдың. Бір қазақтың ұлы деп еркелеттің, баласын арғын дулат адайыңның. Арқасын ос құласа мұңқ етпеушен, кей сөзде қисық сөзі ағайынның. Біздердің де бар шығар үлесіміз, бір тал шашы ағарса самайыңның Söp ağa. Ұшырып ақ құжырды айна көлден, ев алаштың ақынысың жайнап өнген. Тарихта сөз қалады, өлең қалар, бір жан тірілмегенмен қайта көрден. Сөз жимай бөз жинаған талай пенде, қысылғанда алтынын сайға көмген. Жүрсіндей ақын тылмау мүмкін беді, қазақтай өнер қонған байтақ елден Қатепті көш бастаған нар болыңыз, алты алаштың бағына бар болыңыз. Аманжолдың тілейтін тілек осы, Жамбылдай жүзге жеткен шал болыңыз Haydi. Ал енді ардақты ағайын, өнер сүйер